Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте керемет болып шығатын, бір дайындағанда өте оңай жасалатын печенье жасаймыз. Яғни рулеттер деп аталатын печенье өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз печеньені дайындау үшін ұнымызға қантымызды және тұзымызды қосып араластырып аламыз. Кейін салқын сары майымызды қосып, түйіршіктер пайда болғанша жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Яғни біркелкі масса түйіршік пайда болғанша жақсылап араластырып аласыздар. Кейін осы массамызға бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып қамыр болғанша илеп аласыздар. Кейін илеп алған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін салып холодильникке, яғни салып қойып қоясыздар. Екінші бөлігіне какаоны қосып, яғни шоколадты түрі пайда болғанша жақсылап тұрып илеп аласыздар. Кейін илеп алғаннан кейін бұны да холодильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Кейін жарты сағаттан кейін екі қамырды алып, төрт бұрышты етіп, екеуінде жайып аласыз. Яғни екеуі де төрт бұрышты болып шығу керек. Екі қамырды да жұқа-жұқа жеке-жеке жайып аласыздар. Кейін жайып алған қамырдың, яғни бір қамырдың үстіне екінші шоколадты қамырды қойып, біркелкі етіп келтіріп аласыздар да шет жағын кесіп алып тастайсыздар. Керек, және де рулет секілді қылып жақсылап тұрып орап аласыздар да видеодағыдай дөңгелекше етіп кесесіздер. Яғни осындай видеодағыдай дөңгелекше етіп рулеттер секілді пайда болу қажет. Духовкада 180 градуста 20-30 минут дайын болғанша пісіріп аласыздар. Осындай өте дәмді керемет печеньеларымыз дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.